Баршаңызға қайырлы күн. YouTube арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Айгүл. Бүгін үй жағдайында жасалатын сондай дәмді кәуаптың рецептісімен бөлісемін. Ендеше менімен бірге болыңыздар. Бізге алдымен тауық еті қажет. Тауық етінің мұз кезінде тураған дұрыс. Себебі ерігеннен кейін турау қиын болады. Мінекей пышақтың көмегімен арасын 1 сантиметрден осындай белгілеп аламыз. Одан кейін үйдегі зат осы болды. Ыңғайлы зат балғаның көмегімен мінекей осындай 1 сантиметр қылып бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Бізде өте көп болғандықтан міндетті түрде болған приправа қосамыз. Дәмдеуіш, яғни ол дәмдеуіш кәуапқа арналған болу керек. Біз кәуапқа арналған дәмдеуіштің 4 данасын қостық. Енді сіздер килограммына қарай қосасыздар. Бөліп алғаннан кейін міндетті түрде болған майонез қосасыздар. Майонез, яғни дәмдеуіш, қара бұрыш, қызыл бұрыш, тұз. Мен міндетті түрде описание бөліміне қалдырып кетемін. Сол жерден көресіздер. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін 1 сағат шамамен 2,5-3 сағат өткеннен кейін отты жағамыз. Отты жаққаннан кейін отымыз шоқ болғанша мінекей кәуапқа арналған ыдысқа тауықтың етін орналастырамыз. Видеода көрсетілгендей орналастырып болғаннан кейін шоғымызды әбден майдалап, осы ыдысымыз сиятындай көлемінде жайып шығамыз. Шоқтың үстіне орналастырамыз. Орналастырғаннан кейін асты күйіп кетпес үшін әр 5 минут сайын екі бетін кезек-кезек пісіріп отырамыз. Мінекей кәуабымыз дайын. Қымбатшылыққа ұрынып сатып алғанша мінекей үй жағдайында жасап көріңіздер. Өте тойымды болады. Балаларыңыз да риза болады. Арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Қазақша контентті қолдаңыздар. Сіздермен болған Айгүліктің асханасы.